аяқталуға арналған есептер 433 есеп түбірлері x тең түбір асты 5 минус түбір асты 3 және x2 түбір асты 5 қосылған түбір асты 3 болатын квадрат теңдеу құртеленген. Шешу. Алдымен біз вет теоремасы бойынша формула қандай болатынын мына жерге жазып қойдым. x1 мен x2-ның қосындысы ол минус p-ға тең, ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі q-ға тең деп. Ал біздің теңдеуіміздің түрі мына түрге келеді. Бізге p мен q-ді тауып алсақ болды. Ал енді есеп шығарайық. Міне екі түбірді қостық. Түбір асты 5 минус түбір асты 3 қосылған түбір асты 5 қосылған түбір асты 3. Бұл жерде түбір асты 3 пен минус түбір асты 3 қысқарып кетті, екі түбір асты 5 қалды. Ал енді екі түбірдің көбейтіндісін табу керек. Бұл жерде міне көбейтіндісін жазып алдым. Бұл қысқаша көбейту формуласына келеді. А квадрат минус b квадрат. Сонда түбір асты 5-дің квадраты азайтылған түбір асты 3-дің квадраты. Ол деген сөз 5 азайтылған 3 деген сөз. Квадратпен мына түбір жойылып кетеді. Сонда 2-ге тең. Жауабы мына p-ның орнына біз сонда 2 түбір асты 5 қояды екенбіз, бірақ минус таңбасымен. Ал q-дің орнына q бізде плюс 2 шықты ғой, плюс 2 тең 0 деп жазып қоя салады екенбіз. Видео сіздерге түсінікті болса, есеп түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар.